Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 141-ші сабақ. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар, өрнектерді салыстыру. Бірінші есеп бөлшектерді өз суретімен жазсаң, біздің галактика қалай аталатынын білесің. Галактика жұлдыздардың шоғырлануы. Ол жұлдызаралық газдар мен тозаңнан және түнек материясынан құралған алып жүйе. Бізде 20-дан 1, 20-дан 3, 20-дан 6, 20-дан 8, 20-дан 9, 20-дан 11 және 20-дан 13 бөлшегі шықты. Құс жолы екен біздің галактикамыз, иә? Теңсіздіктер тура ма? Бізде әртүрлі теңсіздіктер берілген. Тура емес теңсіздік бізде 20-дан 12 артық 20-дан 13-тен, иә? Үшінші есеп бізде бөлшектерді қосуға, азайтуға берілген есептер. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда бөлімдері өзгеріссіз қалады, алымдарын қосып азайтамыз. Бірінші бөлшек бізде 25-тен 18 шығады, екінші 34-тен 16, үшінші 90-нан 67, 40-тан 29, 80-нен 69 және 145-тен 67 шығады екен мәндері. Төртінші есеп салыстырамыз. Салыстырған кезде бөлшектері бірдей, бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырған кезде бөлімдері өзгеріссіз қалады, алымдарын қосып азайтып, одан кейін салыстырамыз. Бізде 88-ден 85 қосу 88, 13 қосу 88-ден 8 артық, 88-ден 12 азайтамыз, 88-9 қосу 88 үлуден. Екіншісі 19-дан 7 қосылған жақша ішінде 19-дан 5 азайтамыз, 19-дан 2 артық, 19-дан 2 қосылған 19-дан 3-тен. Бесінші амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектердің мәнін есепте. Бізде 864 қосу 159 көбейту 28 қосу 18258 тең болады 46902-ге. Екіншісі 482 қосылған 829 көбейту 403 азайтамыз 482.666-ны. Бізде болады 45667-ге тең. Үшінші 1867 азайтамыз 298 көбейту 304 азайтамыз 92888. Бізде болады 384.088-ге тең екен. Төртіншісі 228 қосылған 757 көбейтеміз 74 қосу 581.618. Бізде болады 614.508-ге тең екен. Алтыншы есеп ғарыш айлақта алаңқайларды көгалдандыру үшін 72 кг тұқым себілді. Бір алаңқайдың ауданы 220 метр квадрат, ал екіншісі 380 метр квадрат. Егер әрбір квадрат метрге себілген тұқымның мөлшері бірдей болса, әр алаңқайға неше грамм тұқым қолданылды? S1 220 метр квадрат, S2 380 метр, M1, M2 белгісіз. S1 мен S2 72 килограммға тең. 72 килограмм 72.000 грамм. Бірінші барлығын қосамыз 600 метр квадрат, 72.000-нан бөлеміз 600-ті, 120 грамм метр квадрат. Әр метр квадратқа 220-ға көбейтеміз 120-ны, бізде 26 килограмм 400 грамм шығады, яғни 26.400 грамм. 380 көбейтеміз 120-ны, 45.600 грамм, 45 килограмм 600 грамм. Бір алаңқайда 26 килограмм 400 грамм, екінші алаңқайда 45 килограмм 600 грамм тұқым қолданылған екен. Екіншісі, жер учаскесінің ұзындығы 1251 метр, ал ені оның ұзындығының 1/3-іне тең. Осы жер учаскесінің периметрі мен ауданын тап. А 1251 метр, В белгісіз 3/1 бөлігі S пен P-ны табамыз. Бірінші V-ны табамыз, 1251-ді бөлеміз 3-ге, көбейтеміз 1-ге, 417 метр. Екіншісі аудан табу үшін 1251-ге көбейтеміз 417-ні, 521.667 метр квадрат ауданы. Ал периметрін табу үшін 2-ге көбейтеміз, А-мен қосамыз V-ны. Бізде болады 306 метрға тең екен периметрі. Жетінші есеп. Шебер тақтайшаны жұмыс үшін суретте көрсетілгендей теңді 2 бөлікке бөліп кесе алады. Компьютерінде бейнеленген өрнекті жасау үшін шеберге ең аз мөлшерде қанша бүтін тақтайша қажет? Яғни 4 қосу 1 қосу 1 қосу 1 7 тақтайша.
компьютерінде бейнеленген өрнекті жасау үшін шеберге ең аз мөлшерде 7 бүтін тақтайша қажет екен. Өрнек құр бүтін және жарты тақтайшалардан құрастырылатын өрнек ойлап тап. Үшбұрыш және тік төртбұрыш пішінді тақтайшалардың жалпы санын есептеуге болатын өрнек құр. Яғни 7 тақтайша қажет болады бізге. 9-шы тапсырма. Тапсырманы орында. Құлыптың кодтық цифры 20 санынан кіші 2 таңбалы сан. Арманға осы санның цифрларының қосындысы мен олардың көбейтіндісінің қосындысы сол санның өзіне тең екені белгілі. Бұл қай сан деп ойлайсың? Бұл сан 19. 19. Бірді қосамыз 9-ға, бірді көбейтеміз 9-ға, 19 шығады. 10-шы есеп, салыстырамыз бөлшектерді. Бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыру үшін бірінші бөлімдері өзгеріссіз қалады. Қосамыз, алымдарын қосып азайтып, одан кейін салыстырамыз. Бізде 30-дан 29 азайтамыз, 30-дан 10 қосу 30-дан 9 артық. 30-дан 9 азайтамыз 30-дан 6-дан. 10-нан 9 азайтамыз 10-нан 2 қосу 10-нан 4 артық, кем 10-нан 2 қосу 10-нан 6-дан.